Ассаламу алейкум достар. Бүгін сіздермен 1932 жылы болған қазақ жеріндегі аштық кезіндегі болған деген оқиғамен бөлісетін боламыз. Оқиға басталмас бұрын каналға жазылып, қазақ тілді арнаны қолдай кетіңіздер. Шитан ақсақал ол кезде бойында күш қайраты бар жасөспірім болатын. 1931 жылдың күзінде тамақ іздеп елден кетіп қалады. Сөйтіп Орынбор қаласына жетеді. Сонда жұртқа жалданып әртүрлі жұмыстарда жүріп өзін асырайды. 1932 жылдың көктемінде азын-аулақ азық-түлігін арқалап елге келуді жөн көреді. Азық-түлігінің түрі мынау: арқасында асынған дорбасында 10-15 шелпек наны, азын-аулақ темекісі. Жол жөнекей Ақтөбеге келеді. Сол уақытта Ақтөбеде ашаршылық екен. Жұрттан естігені кешке жалғыз жүруге болмайды. Жасөспірімдер жоқ болып жатыр. Қалада адам жейтіндер бар көрінеді. Ақтөбеде 1-2 күн болып елге қарай шығады. Жолда тоғайларға түнейді. Жіңішке өзенінен өтеді. Өзенді жазғытұрым тасып жататын кез. Жолда бір топ адамдарға кезігеді. 40 шақты. Олар мұны ақсақалын алып барады. Ол кісі бұдан руын сұрайды. Екеуі рулас болып шығады. Дәлірек айтқанда, ожырай кете. 40 шақты кісінің көзі шитанның қоржынында. Ақсақал оны аңғарып, жанындағыларға зекіріп тыйып тастайды. Мұның қоржындағы азын-аулақ наны сендерге не болады? Жұғын да болмайды, тиісуші болмаңдар, дейді. Ақсақал шитанның жолда абай болуын, Қара қобда өзенінің бойында өткел барын, сол өткелді 9 ағайынды жігіттер торып жүретінін, олардың адамдарды жейтінін, жаяу адамдарды жібермей соғып алатынын ескертеді. Кейін қайтқаның жөн болар дегенді де айтады. Шитан не де болса ойылға жетуім керек деп болмай қояды. 1 жыл бойы хабарсыз болуы оның ел жұртқа ағайын туғанға жетелейді. Жаңағылармен қош айтысып, қоржынын арқалап елге қарай тартады. Қара қобданың бойындағы өткелде жақындағанда сол бір жерге торып алып өткел жақты бақылайды. Түске таман өткел жақтан қарауытқан бір нәрселер көрінеді. Оларды санағанда 9 болып шығады. Бұл жаңағылар айтқан 9 адам жегіштер екенін сезеді. Сай-сайды паналап, өзеннің жағасымен жасырынып қашады. Олар оны көріп қойып қуалайды. Өздері жүйрік екен. Өткен сайын аралары жақындай береді. Қуғыншылар жетіп жақындап қалғанда жаны алқымға тірелген шитан жарғабақтан өзенге қалай құлап кеткенін де аңғармай қалады. Тасып жатқан өзен жас жігітті ала жөнеледі. Бала кезінен өзеннің бойында өскен жігіт суда жақсы малтитын. Соның арқасында аман қалады. Әзер дегенде арғы бетке жүзіп шығады. Жаңағылар өзеннің арғы жағында тұрып қалады. Шитан киімін күнге кептіріп, адам жегіштерді ашудан балағаттап алады. Сөйтіп аман есен елге жеткен екен. Шитан ақсақал жол бойында өлген денелерді, көмілмей қалған адамдардың көп кездескенін айтады. Кейбір жерлерде аң-құсқа жем болған адам денелерінің 1 шақырым жолдың бойында 3-4 жатқанын өз көзімен көріпті. Осы күнімізге 1001 тәубе. Серғазы Сағынтай 1910 жылы дүниеге келген, Семей облысы Ақсуат ауданы Көкжыра ауылында. 1932 жылдың зұлматы профессор Қамбар Атамбаев жетекшілік жасаған тарихи этнологиялық экспедиция деректер атты кітабынан алынды.